Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен бетке арналған мастер-классты жүргізетін боламыз. Бізге қажетті құралдармен таныстырып өтейін. Ең бірінші бізге бет жууға арналған ыдыс, үлкен ыдыс, және де кішкентай кесеміз, кисточкамыз, одан бөлек бет жууға арналған бір реттік сүлгілер, және де пресстелген біздің бір реттік маскаларымыз қажет болады. Одан бөлек тағы бір стақан таза су, яғни кранның астындағы су емес, міндетті түрде таза минералды су болу қажет. Ал енді продукциялардан бізге қандай заттар қажет десеңіздер, мінекей бет күтіміне арналған біздің 3 өніміміз: кофункциялы гель, гиалурон қышқылы және де тірі ашытқы. Келесі біздің бет жуғыш құралымыз, тоник, эмульсия және де макияж астындағы базамыз қажет болады. Осы заттарды дайындап алғаннан кейін процедураға кіріссек болады. Клиентімізді жатқызғаннан кейін міндетті түрде екі кішкентай сүлгі дайындаймыз. Оның біреусі кеудесін жабу үшін, яғни жағаларын жабу үшін, екіншісі шашын орау үшін қажет болады. Ендеше сіздерге қазір шашты ораудың дұрыс әдісін көрсетейін. Ең бірінші құлақтың сыртына қалдырып, құлақты орамалымыздың сыртына қалдырамыз. Қастың үстінде мына орамалдың екі жағын бір-біріне айқастырамыз. Әрі қарай екі мәрте оралғаннан кейін сүлгіміз артқа қарай тартып, шаштың 2 см жері көрінгенге дейін тартып шығамыз. Енді суға салынған сүлгімізді ашып, міндетті түрде суын әбден сығып аламыз. 3 саусағымызға орап, 4-ші саусағымыз арқылы оны қысып, төменгі жағын тегіс ұстағаннан кейін бетті сүрту процесін бастаймыз. Ең бірінші әрекет ол жақты сүрту, яғни астыңғы иектен құлақтың ұшына дейін. Әрі қарай беттен құлақтың жоғарғы бөлігіне, әрі қарай көздің алдынан самай бөлікке, келесі маңдай бөлікті сүртіп шығамыз. Бетіміздің екінші жағын дәл солай қолымызға сүлгімізді ыңғайлап орап алып, 4 әрекетіміз арқылы сүртіп шығамыз. Бұл сүрту процесінде біз міндетті түрде көздегі, қастағы және кірпіктегі макияжымызды кетіріп алуымыз қажет. Бетімізді дымқыл сүлгімен сүртіп шыққаннан кейін Эра Ботаника маркалы тазартқыш құралымызды алақанымызға бір тамшысын түсіріп, әрі қарай алақанымызды ылғалдай отырып көпіртіп шығамыз. Екі алақанда ақ көбік пайда болғанша араластырамыз, әрі қарай бет жуу процесін бастаймыз. Ең бірінші астыңғы иекті жуамыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай, бас бармағымыз иек бөлігінде, қалған 4 саусағымыз иектің астыңғы бөлігін қамтиды. Екінші әрекетіміз, қолымызды тік ұстаймыз, қолымыздың мына бөлігімен бетімізді төменнен жоғары қарай көтере отырып жуамыз. Және де бетіміздің ұшын 3 саусағымыз арқылы кішкентай әрекетпен жуып шығуға болады. Келесі 3-ші әрекетіміз мұрнымыздың алдыңғы жағы. Міндетті түрде ортаңғы саусақпен жұмыс жасаймыз. Бұл косметологтың саусағы болып табылады. Ендігі кезекте 4-ші әрекетіміз мұрынды жуу. Өте оңай, ортаңғы саусақпен жуамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Яғни төмен, жоғары, төмен, жоғары, төмен. Сосын мұрынның ұшына қарай жоғары көтерілеміз. Әрі қарай мұрынның қырымен қастың ұшына келгенде ортаңғы саусақпен бір рет басамыз. Тағы бір мәрте, мінекей 1, 2, 3, 4, 5, 6. Келесі жуылатын бөлігіміз ол біздің маңдай бөлік. Ол 5-ші әрекет. Қолымызды тік ұстаймыз және де саусақтарымызды барынша жинаймыз. Оңнан солға қарай 2 бағытта тартамыз. Әрі қарай көзіміздің айналасын жуып шығамыз. Ол үшін біздің 3 саусағымыз қажет болады. Және де осы 3 саусақпен көздің айналасын жуған кезде ескеретін бір жай, яғни қолымызды кішкене бүгеміз, көздің алмасын баспас үшін. Және де беттің алмасына қолымызды түсірмейміз, тек қана көздің айналасын ғана жуып шығамыз.
Жетінші әрекетіміз біздің мінекей самай бөлігіндегі нүктені басу. Ең бірінші екі саусақпен массаж жасаймыз, әрі қарай ортаңғы саусақпен нүктені басамыз. 2-3 мәрте қайталауға болады. Дәл осылайша бастан аяқ бірінші әрекеттен жетінші әрекетке дейінгі әрекеттерімізді тағы бір мәрте қайталап шығу арқылы осы сабынмен жуып шығу этапын аяқтаймыз. Тазартқыш құралмен жуып болғаннан кейін бетімізді міндетті түрде жаңағы сіздерге көрсеткен 4 сүрту әдісі арқылы бетіміздегі сабынды толыққанды тазартып шығамыз. Мінекей біз моделіміздің бетін жуып болдық. Енді жуып болғаннан кейін мына бет жуатын суымызды міндетті түрде жаңартып алуымыз керек таза суға. Әрі қарай енді келесі этапқа дайындаламыз. Келесі этапта біз аппаратпен және гельмен жұмыс жасаймыз. Ол үшін біз мінекей Эра ботаникалы маркалы көпфункциялы гелімізден 4 немесе 4-тен 6 мәртеге дейін бастан аяқ басу арқылы гелімізді сығып шығарып аламыз. 3, 4, 5. Менің моделім жас болғандықтан 5 мәрте жеткілікті. Әрі қарай Эра ботаника маркалы гиалурон қышқылынан бір тамшы саламыз. Ол үшін бірінші пипеткамызды шығарып алып, кнопкасын басып, әрі қарай ішіне жібереміз. Сол кезде мінекей бір тамшы гиалурон қышқылын алып шығады. Осы жеткілікті бір процедураға. Әрі қарай кеттік. Тірі ашытқылардан Эра ботаника маркалы бір тамшы сығып шығарамыз. Мінекей тағы да басып аламын. Тірі ашытқыны аламын. Геліме саламын. Енді осы сығып алған геліме және де көпфункциялы геліме енді бірге бір су қосамын, таза су. Мінекей бірге бір қосылған су. Енді осына кисточканың көмегімен толыққанды араластырып аламын. Мінекей гелімізді толыққанды сумен араластырып болғаннан кейін қоюлығы осындай болатын бізде консистенция дайын болады, және де майда ақ көпіршіктер пайда болу қажет. Яғни бұл гельдің жақсы сіңуіне әсер ететін болады. Мінекей дайындалған гелімізді клиентіміздің жарты бетіне жағамыз. Жарты бетіне жұмыс жасалып болғаннан кейін клиентімізді орнынан тұрғызып, жарты беттегі результатты көрсету үшін. Байқап тұрғаныңыздай, біздің кисточкамызды өте тегіс ұстауымыз қажет. Тік ұстамаймыз, бұл өте жағымсыз әсер беретін болады. Ендеше аппаратымызбен жасалатын 13 қадамды жүргізіп өтейік. Ең бірінші қадам біздің астыңғы иектен, иегіміздің астыңғы бөлігінен құлағымыздың ұшына дейін. Осы бірінші сызықты 5-тен 8 мәртеге дейін қайталаймыз. Екінші сызығымыз ол иектен, иек сүйегінен бастап, жақты жағалай отырып, құлақтың ұшына дейін келеміз. Бұл сызықты да 5-тен 8 ретке дейін қайталаймыз. Және ескертетін бір жайт, біздің насадкамыз өте тегіс жүруі қажет беттің жүзінде. Әрі қарай үшінші сызығымыз еріннің астыңғы бөлігінен құлақтың ұшына дейін. Бұл сызықты да 5-тен 8 ретке дейін жүргізуіміз қажет. Байқағандарыңыздай алғашқы 3 сызықтың барлығы бір нүктеде аяқталады, яғни құлағымыздың ұшында. Төртінші сызығымыз мінекей ерніміздің жанымен құлақтың ортасына дейін.
Бесінші сызығымыз беттің алмасын көтеру. Беттің алмасына еш уақытта гель тигізбейміз, яғни 45 градусқа ұстай отырып насадкамызды бетіміздің алмасын көтереміз. Әрі қарай мінекей сүйекті жағалай отырып самайға қарай тартамыз. Келесі 6-шы сызығымыз көздің айналасын қамтиды. Мінекей көздің астыңғы бөлігімен дәл көздің ұшына жеткен кезде, насадканың дәл ортасына келген кезде көздің ұшы қабаққа қарай өтеміз. Осылайша қастың бас бөлігін 6-да 1 сызығы ретінде 5-тен 8 мәрте жүргізіп шығамыз. Әрі қарай қастың ортаңғы бөлігін 5-те 8 рет, әрі қарай қастың ең соңғы бөлігін 5-те 8 рет, мінекей 6-да 1, 2, 3. Әр сызықты 5-те 8 рет жүргізіп өтуіміз керек. Әрі қарай беттің алмасын көтеріп болғаннан кейін 5-те 8 мәрте көзіміздің айналасын жүргізіп шығамыз. Көздің айналасын жүргізген кезде міндетті түрде насадкамыздың жарты бөлігі ғана тию қажет көздің алдыңғы бөлігіне, яғни беттің алмасына насадканы тигізбейміз. Қатты күш салмаймыз. Көздің айналасын жүргізіп, көздің дәл ұшына келген кезде қабаққа қарай көтерілеміз. Осылайша қастың басын шашқа дейін тартып шығамыз. Бұл 6-да 1 сызығы. Енді келесі 6-да 2, ол қастың ортаңғы бөлігін қамтиды. Бұл сызықты да 5-тен 8 мәртеге дейін жүргізіп шығамыз. Естеріңізге сала өтейін, көздің алмасын еш уақытта басуға болмайды. Келесі 6-да 3, ол қастың соңғы бөлігі. Бұл сызықты да дәл алдыңғы сызықтар сияқты 5-тен 8 мәрте қайталаймыз. Алтыншы сызықтарды жүргізіп болғаннан кейін біз енді проблемалармен жұмыс жасап бастаймыз. Ол үшін бірінші, 7-ші сызықты жүргізе отырып, біздің ауыз бен мұрын қасындағы пайда болатын складканы кетіруге жұмыс жасаймыз. Носогубная складка деп те аталады. Иектен бастап, сәл төмен түсеміз, жақ сүйегін жағалай отырып, дәл носогубная складкаға бағыттаймыз насадканы. Бұл кезде біздің складкамыз насадканың дәл ортаңғы бөлігіне дәл келу керек, және де носогубная складкаларымыз толу қажет. Сол кезде ғана өте керемет результат шығаруға болады. Яғни жай ғана үтіктемейміз, оларды толтырамыз. Бұл жерде 5-тен 8 мәрте деген қатып қалған қағида жоқ. Яғни жақсы результат көрсету үшін сіз көп мәрте қайталасаңыз болады. Енді 7-ші әрекеттен кейінгі жасалатын сызық 8-ші әрекет, яғни қосылған сызықтар. Ол ауыз бен мұрын жанындағы складкаларды, көздің астындағы әжімдерді, сонымен қатар маңдайдағы әжімдерді кетіруге жұмыс жасайды. Ендеше бастаймыз. Ең бірінші носогубная складканы жақтағы бос етпен толтырып аламыз. Әрі қарай көздің айналасына өтеміз. Көздің ұшынан қасқа қарай өте отырып, қасты 3 бөлікке бөліп шығамыз. Осылайша әр сызықты өзіңізге қажетті мәрте қайталайсыз. Мысалға, мінекей мен қазір әр сызықты 3 мәртеден сіздерге көрсетіп шығамын. Бірінші носогубканы толтырамын, әрі қарай көздің айналасы, сосын қастың ортасына кеттім. Тағы да сол принцип, яғни носогубная складка мінекей насадканың дәл ортасына келу керек, және де мен беттің алмасын баспаймын. Көріп тұрғандарыңыздай, насадканың жарты бөлігі ғана көздің айналасында жұмыс жасайды. Мінекей 3-ші рет жасап өтем. Енді әрі қарай 8-де 3-ші сызығымыз, яғни қастың соңғы бөлігі.
жоғары қарай көтереміз. Бұл сызық жасы ұлғайған беттерге өте керемет результаттар шығаруға көмек береді. Сол себепті көбірек жасасаңыз болады. 9-шы әрекетіміз ол мұрынға арналған әрекет. Мұрынның қырынан төмен қарай домалатамыз. Яғни круг жасаймыз. Сосын мұрынның қырымен екі қастың ортасына келгенде насаканы тегіс қоя отырып, шаштың ішіне дейін тартамыз. Мұрынның қырымен жүргізуге болмайды. Енді 10-шы сызықты жүргізіп өтейік. 10-шы сызықтың маңдайға арналған екі түрі кездеседі. Яғни біріншісі, егерде маңдайда әжім болмаған жағдайда, біз қастың астыңғы бөлігінен бастап шашқа дейін тартып шықсақ жеткілікті. Мінекей, өте оңай. Ал егерде маңдайда әжім болса, жасы ұлғайған кісілердің беті болса, онда зигзаг әрекетін жүргізу арқылы осы маңдайдағы әжімдерді аша отырып, біздің көп функциялы гелімізді сіңіріп бере аламыз. Ал енді 11-ші сызығымыз ол мінекей мойын бөлігіндегі Венера сызықтарын кетіруге арналады. Өте оңай. Мінекей мойынды 3 бөлікке бөле отырып, құлақтың артына қарай жинап шығамыз. Дәл осылайша мінекей Венера сызықтарын кетіруге болады. Екінші, мойынның ортаңғы бөлігінен құлақтың артына, мойынның астыңғы бөлігінен құлақтың артына. Ал енді 12-ші сызығымыз мойындағы кездесетін тағы бір проблема, яғни екінші подбородокты кетіруге арналады. Иектің астыңғы бөлігінен бастап құлақтың артына дейін жеткіземіз. Әрі қарай лимфамыз арқылы төмен қарай түсеміз. Мойынның ортаңғы бөлігіне, сосын иектен көтереміз. Өздеріңіз көргендей, жаңағы екінші подбородыққа жеткен кезде, насатканың ұшы сәл көрінген кезде, мен тез қимыл арқылы оны жоғары қарай көтердім. Бұл 12-де 1. Әрі қарай мойынның 12-де 2, яғни сәл оңға қарай жылжимыз. Келесі 12-де 3, яғни жақ бөлігінен. Өте оңай. Жаңағы сіздерге көрсеткен 11-ші және 12-ші сызықтарды сіздердің жүргізулеріңіз міндетті емес. Егерде клиенттің мойнына қарап, соған қажеттілігі бар десеңіздер, жүргізуге болады, немесе өздеріңіздің еріктеріңізбен оларды жүргізбей қойсаңыздар да болады. Келесі 13-ші сызығымыз ол беттің контурын дұрыстау. Ол мінекей астыңғы иектен басталады. Бетімізді 3 бөлікке бөлеміз, 3 сызық арқылы. Бірінші сызығымыз мінекей құлақтың алдынан шаштың ішіне кіре отырып, екіншісі тағы да осы астыңғы иектен беттің шұңқыр бөлігін көтеру, толтыру самайға. Келесі тағы да астыңғы иектен біздің бетіміздің алмасын көтере отырып, сосын көздің айналасындағы болатын әртүрлі әжімдерді тегістеуге бағытталады. Өздеріңіз байқағандай, бетті мінекей 3 саусақ арқылы 3 сызыққа бөле аламыз. Және де әртүрлі беттер кездесіп жатады. Толық, немесе арық, соған байланысты бұл контурирование сызықтарын тек қана бір нүктеден емес, біздің мойнымыздан бастауға да болады. Яғни мойыннан бастай отырып, құлақтың алдын, мойыннан бастай отырып, беттің ортасын,
мойыннан бастай отырып, беттің алмасын көтере отырып, көздің айналасындағы әжімдерді тегістеу. Жаңағы сіздерге көрсетіп шыққан 13 сызықтың барлығын жүргізіп болғаннан кейін клиентіңіздің бетіне қарайсыз, тағы қай жерінде кішкене жұмыс жасау қажет екенін қарай отырып, өзіңізге қажетті сызықтарды қайталап шығуыңызға болады. Мысалға, мен бұл қыздың бетіндегі носогубканы толтыру үшін 7-ші сызықты тағы бірнеше мәрте қайталайтын боламын. Және де ең соңғы контурирование сызығында қайталар едім. Дәл сол сияқты өздеріңіздің клиенттеріңіздің де бетінде жақсы результаттар шығу үшін қажетті сызықтарды тағы бірнеше мәрте қайталауға болады. Мінекей толыққанды жұмыс жасап болдық. Аппаратымызды өшіре отырып, қолымызға гелді жағамыз, әрі қарай қолмен бетті көтеру процесіне ауысамыз. Ол үшін бірінші 4 саусағымызды астыңғы екке және де бас бармағымызды ерніміздің астыңғы бөлігіне қоя отырып, жоғары қарай көтереміз, самайға дейін. Екінші қолмен дәл солай артынан көтереміз. Осы қолды міндетті түрде толыққанды жатқызу керек және де жібермейміз. Осылай кезегімен біздің көтерген бетімізді жібермей ұстап тұрамыз. Осы бірінші қимылды 5 реттен 8 мәртеге дейін қайталауға болады. Екінші қимылымыз, яғни біздің сұқ саусағымызды еріннің астыңғы бөлігіне қоя отырып, қалған 3 саусақты төмен қарай бағыттай отырып, мына ауыздың жанындағы складкаларды көтеруге болады. Мына сызықтарды, яғни. Жоғары қарай көтереміз. Тағы да осы екінші әрекетті 5 реттен 8 ретке дейін жасап шығуға болады. Келесі, алғашқы 2 саусағымызды еріннің 2 бөлігіне қоя отырып, бірден ауыз бен мұрынның айналасындағы сызықтарды көтеруге болады. Яғни носогубный складкалар дейміз. Осы жерде қолымызды ауыстырамыз. Енді сол қолмен біздің бетіміздің алмасын көтереміз. Бетіміздің алмасын көтеріп болғаннан кейін, ортаңғы және де келесі саусағымызды пайдалана отырып, көзіміздің астындағы ісікті кетіру үшін дәл осы қимыл әрекетті жүзеге асыра аламыз. Еске салатын бір жайт, қолымызды міндетті түрде түзу ұстаймыз және де көздің астыңғы бөлігіндегі сүйекті итереміз және де әрекетіміз тез болмау керек, яғни асықпай. Қасты қоса тартамыз. Енді мына қолдың алақанымен көтереміз. Әсіресе көздің айналасындағы кездесетін әжімдерді. Дәл осы әрекетті егер сіз 10 рет дұрыс жасаған жағдайда, көздің астындағы қалталар мен көздің жанындағы әжімдерді 50%-ға азайтуға болады. Енді осы жинағанымызды маңдайға алып өтеміз. Бұл 6-шы сызығымыз, 6-шы әрекетіміз. Маңдайды дәл осылай төменнен жоғары қарай бағыттап тартсаңыздар да болады, немесе қолдарыңызды көлденең ұстап тартсаңыздар да болады. Өзіңіздің ыңғайыңызға қарай. Әрі қарай фиксация жүргіземіз. Осы 6 әрекетті бастан аяқ 3 рет жасап шығамыз. Бұл біздің аппаратпен көтеріп алған нәтижемізді бекітуге бағытталады. Екінші әрекет. Үшінші әрекет. Қолда ауыстырамыз. 4-ші әрекет. Өздеріңіз көріп тұрғандай беттің алмасын көтереміз. 5-ші әрекет. Еш уақытта асықпаймыз. Әсіресе қолмен жұмыс жасаған кезде.
Әрі қарай 6-шы әрекет маңдайға өтеміз. Міндетті түрде мына қабақтан бастап көтереміз. Жарты бетке жасалып болғаннан кейін, жарты беттегі результатты көрсету үшін клиенттің орнынан тұруын сұраймыз, және де қолымызға айнаны ала отырып, оның бетіндегі өзгерісті айтып шығамыз. Ең бірінші беттегі контурдың өзгерісін айтып шығамыз, әрі қарай носогубный складкадағы өзгеріс, одан кейін беттің ұшындағы мына поралардың өзгерісі, одан кейін көздің қалтасының өзгерісі, көздің әжімдерінің өзгерісі және маңдайдағы әжімдердің өзгерісін көрсете отырып, қандай айырмашылық бар екенін айтып өтеміз. Сосын беттегі мінекей беттің реңінде баса айтып өтуге болады. Тіпті біздің жас моделіміздің бетінде де өте қатты өзгеріс бар, яғни мына бетіндегі қызыл тамырлар ағарды, ал мына бетіндегі беттің алмасының қызылдығы қатты байқалады. Дәл сол 12 аппаратпен жүргізілетін сызықтарды пайдалана отырып және де қолмен көтеруді пайдалана отырып екінші жаққа дәл солай жасап шығамыз. Әрі қарай беттегі қалған геліміздің барлығын таза сүлгімен, жылы сумен міндетті түрде тазалап сүртіп шығамыз. Бұл өте маңызды, себебі біздің гельмен аппаратпен жұмыс жасалған кезде беттегі токсин шылақтардың шығуы және де бет түтікшелеріндегі косметикалардың қалдығы шығу процесі жүзеге асады. Сол себепті бетті тазалап сүртіп шығу өте маңызды. Все. И кеттік. Келесі этап біздің қалған гелімізді бетімізге тегістеп бөліп жағып шығамыз. Яғни бетіне маска қоямыз. Әрі қарай біздің Чэншэньчжэ маркалы бір реттік пресстелген маскаларды ала отырып, оны суға саламыз. Суға салған кезде қараңыздар, маскамыз қалай өзгереді, яғни суға толған кезде ашылатын болады. Міндетті түрде оның суын сығып аламыз, құрғақ масканы ашып, клиентіміздің гель жағылған бетіне тегістеп қойып шығамыз. Бұл масканы қоюдың да өзіндік әдісі бар, яғни міндетті түрде төменнен бастап жоғарыға қарай қоямыз. Бетке қойылған масканы міндетті түрде қайта-қайта сулап тұру қажет болады. Бұл масканы сулау үшін де міндетті түрде таза суды пайдаланамыз. Және де бұл маскамыз клиенттің бетінде 10-15 минут тұру қажет. Осы 10-15 минут бойы біз клиентімізге тыныштандыратын, яғни сергітетін массаж жасайтын боламыз. Ең бірінші ол бетке жасалатын точечный массаж, яғни нүктелік массаж. Әрі қарай бас бөлігіне массаж жасасақ болады, мойын бөлігіне, желке бөлігіне және де бүкіл денені босату массаждарын жүргізсек болады. Ендеше нүктелі массаждан бастайық. Ең бірінші басуға болатын нүктелер еріннің жоғарғы және төменгі бөлігі. Бас бармақпен басамыз. Әр нүктені саусағымызды алмастыра отырып 3 рет. Әрі қарай мінекей біздің жақ сүйегіміздің үстіңгі бөлігін бас бармағымызбен басып шығамыз. Астыңғы бөлігінен де тіреуді ұмытпаңыздар. 3 мәрте қайталаймыз. Бұл нүктелерді басып болғаннан кейін біздің бетіміздің алмасының астыңғы бөлігінен 3 саусағыңызбен көтерсеңіз сүйекке тіреледі. Мінекей дәл сол нүктелерді басып шығу қажет. Құлақтың ұшына дейін 3 мәрте. Өте керемет сезім береді бұл нүктелі массаждар. Әрі қарай мұрынның екі жанында нүктені басамыз. Және де бұл массаждарды жасаудың да бір ережесі бар.
әр нүктені басқан кезде, яғни тезірек басып жібере салмай, ақырындап басасыз, ақырындап жібересіз. Әрі қарай кеттік, яғни көздің астыңғы бөлігіндегі сүйекті жағалай отырып басып шығамыз. Осылайша самайға дейін. Әрі қарай екі көздің ортаңғы бөлігінен жоғары қарай көтереміз. Қасымыздың басы, ортасы, аяғы және де осы сызық бойымен шашқа дейін апарамыз. Ең соңғы жасауға болатын нүктелі массажымыз маңдай екі қастың ортаңғы бөлігінен басталады. Бас бармақтарымызды кезек ақырын ғана басып отырып, біздің қақ төбемізге, яғни макушкамызға дейін басып шығамыз. Ең соңында макушканы кішкене массировать етіп, екі жаққа қарай тартуға болады. Немесе басып тұруға болады. Беттегі нүктелі массаж жасалып болғаннан кейін маскамызды дымқылдауды ұмытпаймыз. Көріп тұрғандарыңыздай өте жақсы сіңіп жатыр біздің жағы жатқан суымыз. Енді әрі қарай бас бөлігіне массаж жасаймыз, яғни қатып қалған массаж жоқ. Сіз өзіңіздің білетін техникаларыңызды қолдана отырып керемет массаж жасасаңыз болады. Біздің ең басты мақсатымыз массаж жасаудағы клиентті барынша босаңсыту. Осы клиентіміз барынша босаңсыған сайын біздің бетіміздегі суымыз бен геліміз өте жақсы сіңетін болады. Немесе нүктелерді бассаңыз болады. Немесе шашты тартсаңыз болады. Бірақ шаш тартудың да өзіндік бір әдісі бар. Яғни бірінші тартатын шашымызды қолымызда әдемілеп тарап аламыз. Және де нығыздап ұстаймыз. Басқа массаж жасалып болғаннан кейін мойын бөлігімізге массаж жасасақ болады. Ол үшін бірінші қолымызды кішкене сулап аламыз. Себебі құрғақ қол мойынды тырнап кетуі мүмкін. Яғни мойынның лимфа тамырларына массаж жасауға болады. Немесе бас бармақпен, немесе қолымыздың жұдырығымен. Төмен қарай түскенде күш жұмсаймыз, жоғары қарай көтергенде күш жұмсамаймыз. Осылай екі түрлі тарау әдісі арқылы мына лимфа тамырларын тарап беруге болады. Клиенттің әрі қарай мойын желке бөлігіне массаж жасауға болады. Ол үшін екі қолымыздың саусақ бөлігін омыртқамызға қоя отырып, төменнен жоғары қарай бағыттаймыз. Бос жатыңыз. Бірнеше мәрте жасап болғаннан кейін жоғары қарай тартамыз. Әрі қарай лимфаларға және де желке бөлігіне массаж жасап болғаннан кейін иық бұлшық еттеріне массаж жасауға болады, немесе бүкіл денені босату үшін бүкіл денеміздің күшін пайдалана отырып итеруге болады. Білектің күшімен итермейміз, бүкіл денемен итереміз. Және де алақанымызды бос ұстай отырып, білектерін, иықтарын, кеудесін ұрып шығуға болады. Клиентіміз босаған сайын бетіндегі суы да өте жақсы сіңіп жатқанын байқаймыз. Міндетті түрде сулауды ұмытпаймыз. Мінекей біздің 10 минут маскамызда тұрды. 10 минут бойы біз өте керемет массаждар жасадық. Енді беттегі масканы алуымыз қажет. Оны алудың да өзіндік ережесі бар. Міндетті түрде төменнен жоғары қарай бағыттап аламыз маскамызды. Сосын бетіміздегі қалған ылғалды міндетті түрде біздің сүлгіміз арқылы тазалап сүртіп аламыз. Мінекей толыққанды бетімізді сүртіп шықтық. Осымен аяқталды бетті тазарту процесі. Енді әрі қарай ең соңғы этапқа көшеміз. Яғни күнделікті қорғаныштық біздің косметикаларымызды жағатын боламыз. Ең бірінші мәрте біз бетті қоректендіруші тоникімізді қолданамыз. Эра Ботаника маркалы.
небәрі бір тамшысы жеткілікті. Басқа тониктерден айырмашылығы өте қою. Осыны бетіміздің әр бөлігіне бөле отырып, оны тегістеп жағып шығамыз. Және ескеретін бір жайт, тоник сіңбейінше біз келесі косметикамызды жағуға мүмкіндік жоқ. Все. Келесі мінекей біздің бетке арналған ылғалдандыратын эмульсиямызды жағамыз. Біздің Эра ботаникалық маркалы эмульсия өте керемет, консистенциясы өте жеңіл, және де күні бойы бетіңіздің ылғалын сақтап тұруға көмегін береді. Бірінші, яғни шапалақтау арқылы бетке тегістеп бөліп аламыз. Әрі қарай біздің бет көтеру әдісі арқылы жап шығуға болады. Мінекей, ендігі этапта біз Эра ботаника маркалы қорғаныштық базамызды жағып шығамыз. Мінекей, арнайы қалақшасы бар. Біздің қорғаныштық базаны алуға арналған. Азғантай бөлігі бізге жеткілікті. Бұл қорғаныштық базаның ерекшелігі бетімізді тек қана ультракүлгін сәулелерінен ғана емес, шамдардан келетін, және де әртүрлі техникалардан келетін радиациялардан, және де біздің жалпы қоршаған ортамыздан келетін бетті тітіркендіргіш факторлардан сақтайтын қасиеті бар. Ал ең үлкен қасиеті ол әртүрлі зиянды косметикалардан бетімізді сақтайды. Мінекей, осымен біздің бетке арналған мастер-классымыз аяқталды. Осы этаптар бойымен жұмыс жасасаңыздар, өте керемет результат алуға болады. Ал енді осындай аппаратпен қандай жағдайда жұмыс жасауға болмайтындығын сіздерге ескертіп өтейін. Ең бірінші, егерде бетте қатты қабынған безеу болған жағдайда, онда алғашқы 10-15 процедурасын мінекей біздің Эра ботаника маркалы 3 өнімімізді пайдалана отырып, ылғалдандыру маскасын жүргізе отырып, беттің терісін дайындап алуға болады. Немесе гормоналдық бет болған жағдайда да. Енді екінші жағдай жасауға болмайтын, яғни бетті көтеретін, тартатын жіптер салынған жағдайда бетке алғашқы 6 айында аппаратпен жүргізбейміз. Ол жіптерді үзіп жіберу мүмкіндігі бар болғандықтан аппаратты тегізбейміз. Бірақ жіп салдыртқаннан келесі күннен бастап, неке дәл осы 3 өніміміз және маскамыз арқылы ылғалдандыратын маскаларды жүргізуге болады. Келесі үшінші жағдай біздің аппаратпен жүргізбейтін, ол инъекциялық процедуралардан кейін, яғни ботекс немесе басқа да қоректік заттар салдырылғаннан кейін инъекциялық жолмен 3 ай бойы бетке аппаратпен жұмыс жасауға болмайды. Бірақ осындай процедуралардан кейін инъекциялық келесі күннен бастап дәл осы Эра ботаника маркалы 3 өнімдер арқылы маска жүргізуге болады. Сонымен қатар процедураға кіріспестен бұрын өзіңіздің клиентіңіздің қан қысымы жоғарылап тұрған жоқ па деген сияқты сұрақ қоюыңыз керек. Себебі жоғарылап тұрған қан қысымымен келген клиенттеріңіз болса, қан қысымы өз деңгейіне түскенше күтесіздер.